әдісімен зерттеу тәжірибе жұмысымызды жасаймыз. Ол үшін қалта және жұмсақ қағаз пайдаланамыз екен. Қалтаның үстіне жұмсақ қағазды 3 рет төсейміз. Кәне, салап төсейміз. Су бүркейміз, кәне, бүркіп. Ясина, бүркейміз. Су бүркейміз, міне. Кәне, су бүркейміз. Бұршақ дәнін қағаздың бір шетіне ғана қойып шығамыз, кәне. Бір-бірлеп қойып шығамыз. Әдемілеп бүктейміз де. Бүктейміз, кәне. Бүктеген қағазымызды міне арнайы ыдыстарға саламыз. Енді біздер қалтаға жұмсақ қағаз төседік, қағаздың үстіне не қойдық? Бұршақ дәнін төседік, орап міне ыдыстарға салдық. Енді бұның өсу себебі біздің жұмсақ қағаз төсеген су сорғыштық қасиеті өте жоғары болғандықтан судың бәрін өзіне сіңіріп алып, дәнімізден жапырақ шығады екен. 3 күнде бұл дәнімізден жапырақ шығады екен. Осымен біздің зерттеу тәжірибе жұмысымыз аяқталды, балалар. Ұнады ма сіздерге, балалар? Ұнады ма сіздерге?